Анаңа қоңырау шалдың ба? Раббың тек өзіне құлдық жасауды, әке-шешеңізге жақсы қарауды бұйырды. Ана туралы сан мыңдаған ғасырлар бойы өлеңде, жырда, дастанда, кітапта, мақалада жазылып, кинода түсірілген. Бірақ сол еңбектерден алған пайда бар ма? Тух, шіркін-ай, деп қана тілдің ұшымен тамсанғанымызбен, жүрегімізбен ұғына алдық па? Ананың қадірін, қасиетін толықтай түсіне алдық па? Осы тұста Қалқаман Сариннің ана туралы өлеңі ойымыз түсіп отыр. Асыл ана, түсімде көрем сені, бұрынғыдай емессің неге еңселі? Мен білсем, саған деген сағыныштың осынау жұмыр жерде жоқ өлшемі. Ананың қадірін шынайы түсінгіңіз келсе, балалар үйіне тәрбиеленіп жүрген баладан не анасынан ерте айырылған адамнан сұрап көріңіз. Бұл сезімнен анасы қасында жүрген адамдардың қадірін білмейді деп жатқаным жоқ. Тек көпшілігіміз анамыздың тірі болған соң жанымызда мәңгі жүретіндей қадір қасиетіне жете алмай жатамыз. Мен сізге қасиетті Құранда ата-ананы туралы келтірілген сүрелер мен пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадистерін тізіп жазбауды жөн көрдім. Себебі ол қасиетті сөздерді азды-көпті біліп те оқып та жүрсіз деп ойлаймын. Тек Алла тағаланың мына аяттарын айтып кетуді жөн көрдім. Адамдарға ата-анасының қамқорлық етуді өсиет еттік. Анасы оны әлсіздік үстіне әлсіздік шеге жүріп көтереді. 2 жылда емшектен айырады. Маған және әке-шешеңе шүкірлік ет. Қайтар орның мен жақ, Алланың жағы. Жоғарыда келтірілген аятта әлсіздіктерінің үстіне әлсіздене отырып өмірге әкелді, дейді Раббымыз. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, деп текке айтпасы керек бабамыз. Әсіресе қыз баласы анасының қадірін алғаш жүрегінің тұсында баласын көтеріп жүргенде-ақ біле бастайды десем, қателеспейтін шығармын. Алланың құдіреті не деген шексіз, ананың балаға деген махаббатын айтамайым. 9 ай 9 күн баласын құрсағында көтеріп жүру ана үшін бірде қуаныш, бірде үміт, бірде үрей, енді бірде ауыртпашылық, бірде баласы үшін жауапкершілік сезімін сыйлайды. Осылайша арпалысқан сезімдермен күресіп жүріп баласымен қауышатын күнді аңсап күтеді. Ай күні жетіп толғақ қысқандағы ауруды сөзбен жеткізу мүмкін еместей. Егер сіздің басыңызда не аяқ қолдарыңызды және тағы басқа мүшелеріңізді бірі ауырса, сол жеріңізді қолыңызбен сипап, уқалап ауырғанды басқандай боласыз. Ал толғақ қысқанда қай мүшеңізді ұстарыңызды білмей, себебі бүкіл дене мүшеңіз ауырады. Әйел толғатқанда өмір мен өлімнің ортасында болады деген ата-бабаларымыз. Бір жазбаларда бірнеше сүйекті бір мезетте сындырғандай ауру сезімін тудырады деп келеді. Өзі өлім мен өмірдің ортасында арпалысып жатып, өзім өлсем өлейін, балам аман сақта деп жататын қайтесің бұл аналардың. Осы орайда есіме түскен бір оқиғамен бөлісіп кетейін. Өткен жылы қазақтың бір палуаны көршілес мемлекеттің палуанымен күреске шығады. Бастапқы раундтарда қазақ палуаны иығын шығарып не сындырып алып, сол қалпымен күресті жалғастыр. Жеңімпаз болғанда бәрі шулап, жарақатына қарамастан намысты қолдан бермей жеңіп шықты деп мақтайды. Мен де қуандым жеңіс үшін. Бірақ жер бетіндегі әрбір ана күн сайын жеңімпаз болып жатыр ғой деп деймін іштей. Бұл сөзімнен ерлер қауымını төмендетіп не өзімізге теңеп отырғаным жоқ. Тек ананың қадірі сол балуандар секілді кейде еленбей қалып жататынын айтқым келген. Бұның бәрін ашып айтудағы мақсатым анамыздың бізді дүниеге қандай ауыртпашылықпен әкелгенін көз алдыңызға елестеткім келді. Махаббатыңыздың, жылулығыңыздың, сүйіспеншілігіңіздің артуына себеп болса нұр үстіне нұр. Бұл ауыртпашылықпен қоймай, түн ұйқысын 4 бөліп, сіздің табаныңызға кірген тікен менің маңдайыма кірсе екен деп мәпелеп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бағып-қағып өсіреді
Біз өскенде кенеттен үнемі анамыз жасаған тағам дәмсіз болып, сөздері маңызсыз болып, аспаннан аяғымыз салбырап түскендей бәрін ұмыт кетеміз. Кейде анамыздың кейбір сөздері, іс-әрекеттері оғаш көрініп тұрады ғой. Құдды бір өзіміз қателеспейтін адам секілді ұрысып, жөндеп жатамыз. Олар үнсіз көнеді. Бірақ біз сол жерде бір нәрсені ұмытып кетіп жатамыз. Жалпы кез келген адамның іс-әрекеті, жүріс-тұрысы, сөйлеген сөздері, сол адам қалыптасқалы бәрі өмірінде жинаған сабақтары, білімі, көрген түйгені, тәжірибелерінің нәтижесі емес пе? Қателесесіз бе? Ендеше біз оларды өзімізбен салыстырамыз. Біз білетін нәрсені олар білмеген үшін неге? Немесе біз секілді ойлап, сөйлемеген үшін неге ренжиміз? Бізге адамды қалай бар, солай қабылдау өте қиын. Өзімізге ыңғайлап өзгерткіміз келеді де тұрады. Жай ғана бар болғаны үшін жақсы көре алмай жатамыз. Бірақ аналарымыздың бізді тек бар болғанымыз үшін ғана жақсы көре алады ғой. Неге біз сондай үйренбеске? Оларға бар керегі біздің амандығымыз, бақытты болуымыз. Бүгін анамыздың үнін естіңіз бе? Мейлі телефон арқылы, мейлі болсын арқылы. Онда сіз бақыттысыз. Балалар үйінде балалар тым болмаса аналарын бір рет көріп, не бір рет үнін естіп, құшақтасам ғой деп армандайды. Ал бізге достым, ол нығметті Алла сұратпай-ақ, жалатпай-ақ берді, шүкір етейік. Дәл қазір өзіңізден сұрап көріңізші, анаңыз сізге шынайы жүрегімен разы ма? Әлде балам үй үшін асыраймын деп шаршап жүр, одан сайын жүрегін ауыртпаймын деп ренішін ішіне тығып, тек тілімен разы ма сізге? Мүмкін ол кісі сіздің көңіл бөлінгеніңізді қалайтын шығар, мойнына асылып бетіңізді сүйгеніңізді, бәлкім тек құшақтап иіскегісі келетін шығар. Осы бақыттардың анаңызда өзіңізді шектемеңіз. Тегін ғой. Оларға бар керегі сіздің көңіл бөлгеніңіз, одан асқан бақыт жоқ оларға. Бұл сөздер өзіме де, сіздерге де өсиет. Құрметті оқырман, анамызды мейірімді болайық. Анамыздың аяғының астында тұрған жәннаттың кілтінің құр қалмайық. Егер менің осы айтқандарым бір адамның болсын анасына деген мейірімінің артуына себепкер болса, мендегі мақсат орындалған деп біліңіз.